Ассалаумағалейкум, эфирде сұхбат, мен есім Мұхит Сапарбаев. Бүгін бізде қонақта Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, құрмет және парасат ордендерінің иегері Майра Ильясова. Саламатсыз ба, Майра апай? Студиямызға қош келдіңіз. Сәлеметсің бе, Мұхит? Қалыңыз қалай? Қазір ойда жүрсіз ба, тойда жүрсіз ба? Майра Ильясова көрінбей кетті соңғы кездері. Көрінбей кетті дегенге мен енді онша келіспеймін. Менің бір құрдастарым айтады, қазір үтікті қосып қалсаң, Майра Ильясованы көрсетеді деп. Ойда да жүрміз, демалып арасында тойда да жүрміз. Бүгінде мысалы 4 той бар. Сол сияқты. Ал негізі жаз кезінде демалуға тырысам мен. Арасында демалып та жүрмін. Сіз туралы мынандай алып қашпа әңгімелер бар. Майра Ильясова той дегенде Қайрат Нұртастан қалмайды дейді. Қайрат Нұртас 5 тойға барса, Майра Ильясова 6 тойға барады дейді. Қаншалықты қазір қаншалықты көп шақырады сізді? Гонорар жағында айтып жіберсеңіз, ауылдағы ағайындар біздің эфирді көріп Майра Ильясованы тойға шақыратын шығар. Сұрағын түсіндім. Жалпы Қайрат бізде қазір ең мынау жастардың ортасында, жалпы қазақ халқының ортасында өте жақсы шақырылатын әншінің бірі. Мен аздап сын айтқан кезім болды, бірақ өз басым Қайратқа өте жақсы қараймын. Екеуміз осы жақындаған аэропортта кезек біреу келіп бетімнен құшақтап сүйіп жатыр. Мен де бетінен сүйдім. Екеуміз бірге Астанаға ұштық. Жалпы енді мен біріншіден жастармен бәсекеге түспеймін. Әркімнің өзінің уақыты бар. Мен де біраз жасқа келіп қалдым. Ал енді Құдайға шүкір тойға шақырылам. Біздің әрқайсымыздың өзіміздің көрерменіміз бар ғой. Мысалы, мені үлкен буын болуы мүмкін. Қариялар жаңағы 80 жылдық, 70 жылдық, 90 жылдық, 50 жылдық деп шақырып жатады. Оның арасында кейде болады 4-5 тойға дейін баратын кезіміз болады. Соның мысалы екеуі ақылы болса, үшеуі рахмет той болады. Майра Ильясова ханымның феноменін түсіндіріп беріңізші. Сіздің алдыңызда қонақта болған бізде Айжан Нұрмағамбетов айтады, мемлекеттік концерттерге мені шақырмайды. Тойларға да көп шақырмайды. Тойға шақырса алдап шақырады. Құрбыларым бір тегін тойы бар еді, мына жерге кіріп шық, барсам сыртынан ақша алған дейді. Біз теледидарды қоссақ та, тойға барсақ та, Майра Ильясова барлық жерде тойдың да гүлі, эфирдің де гүлі. Қалай түсіндіре аласыз сіз? Айжан айтты ма, или жалпы сенің ойың? Менің ойым. Мен енді өкпем жоқ. Концертке де, тойға да, әркім өзінің ырыздық несібесімен. Енді сондай күндіз түні шақырылып жатырым. Тіпті қазіргі енді айттым ғой жаңа, ең жоғары шақырылым бізде мынау Әзіл-Сықақта Тұрсынбек Қабатов болса, әншілерден, жастардан Қайрат Нұртас. Бірақ менің өзім замандастарым, олардан кем түспейді. Бір Роза мен бір Мақпалдың өзі неге тұрады мысалы. Бәленбай жыл өнерде өзіңнің орныңды сақтап, өзің сыйлы қалпында қалып жүру деген ол мысалы оңай нәрсе емес. Қазақта айтады, жаңағы семіздікті қойғана көтереді дейді. Соның бәрін бәленбай жыл алып жүру, халықтың құрметін, халықтың сыйын, оның шақыруын. Сондықтан мен енді өз басым өкпем жоқ. Егер сені аз шақырып атса, мені кейде аз шақырып атса, мен аз шақырып отырып қалдым демеймін, менде ондай болған емес. Мен ойлана бастаймын, онда маған жаңа ән жазу керек. Маған онда жүдей бастау керек, мысалы. Толып кететін кездерімізде болады. Олай болса, мен бір әдемі жаңағы дизайнерға барып, мен имиджімді сәл өзгертуім керек. Бәр адамның өзіне байланысты. Ал жаңағы Айжанға байланысты болса, Айжанда өте бір ешкімге ұқсамайтын, дауысы ешкімге ұқсамайтын, өзінің әлі күнге дейін дене бітіміне қарасаң 18-де қыздай көрінетін. Мен өз басым Айжанды өте сыйлаймын, өйткені Айжан мен бәріміз енді қатарлас келетіміз, 1-2 жас кішілігі болуы мүмкін. Бірақ көбісі жұмыссыз отыр бүгінде. Мен оны білмедім енді. Сосын менде жұмыссыз деген болмайды, той мен жаңағы шақырылымдар сәл азайып жатты. Менің өзімнің авторлық 4 бағдарламам бар. Мен өзін алдын 10-15 жыл бұрын ойлайтын адам. Қазірде мысалы ойлаймын қазір ертең сахнаны жастарға беруіміз керек. Ретро фестиваль бар сізде, сағындырған әндер ай. Сіздің әріптестеріңіз атын атап түсін түстемей қойын, кім айтқанын.
Бірақ сол концертке қатысу үшін біз билет сатуға мәжбүрміз дейді. Ол бәрі сатады. Сонда концертке деген қызығушылық аз ба ол? Жоқ, одан емес. Бізде қызығушылық өте көп. Енді мынау қазақ айтады ғой, дайын асқа сыншы көп дейді. Мысалы, бір концертті жасау үшін, егер оның неге менің барлық бағдарламама сұраныс көп. Үлкен әншілер звондайды. Үлкен әншілер 2-3 күн қалған звондап жатады. Мені қосыңызшы, неге мен қосылмай қалдым деп. Мен оған өте қуанам. Өте қуанам, өйткені сенің бағдарламаңа атағы жер жарған әншілер звондап жатса, ол опера болсын, ол классика болсын, ол эстрада болсын, ол жаңағы дәстүрлі ән болсын, бәрі телефон çalады. Сен айтпақшы, мен де атын айтып, түстемей қояйын. Негізі мен өз басым айтқан кезде фамилияны айтып отырғанды ұнатам. Өйткені жалпы сенің сөзіңнің өтірігінде шынында түсінбей отырмын, шынын айтсақ. Өйткені шынын айтқан адам фамилиясын айтады. Ал мен де айтам, анау да сөйтіп жатыр, мынау да бүйтіп жатыр деп. Кейде мен сол журналистер ешкім фамилияны айтпайды, бәрі неге мынау эфирдің алдында отырып боянғанда 1 сағат жамандайды бірін-бірі, онан кейін эфирға шықсаң біреу фамилиясын айтпайды дегенде мен бірдекілі өзіме толып кеткен әншілер, өзіме деңгейі ұнамай жүрген әншілер, мыналарға киім жөндеп, мыналардың имиджін жөндеп, мыналардың жаңағы бір сындымды мен фамилиясымен айтам. Біреуге ұнайды, біреуге ұнамайды. Кейбіреу маған рахмет айтып жатады. Сіздің сол сыныңызда мен жақсы болып қалдым деп. Бұл әңгімені таратып жатқан адамдар ол сізге өпкелі адамдар ма сонда? Жоқ. Мен жаңа сенің айтқан, енді сен айтқаннан кейін айтуың керек еді. Майра апай, мысалы, мына әнші солай айтты деп айту керек еді фамилиясын. Бірақ жарайды енді, ол бір этикаға жетатын шығар деп отырым. Бізде қалай? Бізде үлкен әншілерден ешқашан біз ондайға бар. Жас әншілер звондайды. Сол кезде мен бірден айтам. Бізде 48 өткен сағындырған әндерге $48,000 кетті. $48,000 мен қайдан алам? Бәрі концертке шыққысы келеді. Бәрі жарқырап көрінгісі келеді. Бірақ біреу еңбек еткісі келмейді. Сондықтан мен айтам, сен шыққың келе ме? Онда саған мен мынандай тапсырма берем. Бізде 3000 адам зал толтыруымыз керек. Егер біз залды толтырсақ, билет сатылады, дұрыс па? Билет сатылса, біз жаңағы шығынды жабамыз. Сосын түсіндіріп айтқаннан кейін олар айтады, дұрыс, Майра апай, мынауыңыз дұрыс екен, жақсы. 20 билет. Мен мысалы кейбір ұйымдастырушылар 100 билеттен береді дегенде естідім, мен өзім таңғалдым. Енді 100 билет беру ол қиянат. Мен 20 билет берем. 30 билет барам, кейбіреу айтады, апай беріңізші, сіздің концертіңізге келем деушілер көп, 50 билет. Ол жерде екеуміз келісеміз, ол әншімен сондай әңгіме. Ал жаңағыдай әңгімені айтқан әншілер маған ұнамайтын, эфирға толып кеткен, әндер ұнамайтын, уровендері өте төмен, менің жұлдыздарыммен қатар тұрып өлең айта алмайтын әншілерге мен бірден не берем? Шығара алмаймын деп айтам. Тапсырма бересіз. Солар енді жаңағыда естиді ғой, біреуден біреу естиді. Ал менімен тікелей жұмыс істеп жүрген жаңағы. Мысалы, ол әншілер жағдайын айтады кейде. Майра апай, 30 билет алып едім, мынандай сата алмай тұрмын. Енді мен не істеймін? Қатыспаймын ба? Мен айтам, жоқ, билетіңді әкеп бер, бізде сұрап жатқан адамдар бар деп, сондай да жағдай болды. Ақшасын бере алмай кеткен әншілер болды. Ана концерт, көйлек алады, бетін жөндетеді, жағдайы орташа, жаңағы өзің айтпақшы, аз шақырылуы мүмкін. Ақшасы болды, мен де осы ақшаны бере алмай жатырмын. Жарайды деймін, тіпті соған сен шашыңа жасата қой, көйлек ала қой деген кездерім де болды. Сондықтан енді оны бір жағынан, екіншіден мен мұны көре алмаушылық деп ойлаймын. Мысалы, сен жарқырап жүрген сайын, сен жарқырап 4-5 бағдарламаны бәленбай жыл, 10 жыл ұстап тұру деген, 10 жылда бір концерт жасаған бірнеше әнші айтты. Біреу мысалы Бағдат Сәмеддинова. Майра, сен қалай квартал сайын бір концерт жасап жүрсің? 10 жылда бір концерт жасап өліп қаласың. Өте қиын концерт жасау. Ол жаңағыдай әңгіме айту, біздің қазақтың қанында бар нәрсе. Қалайсыз сіз? Интригадан, өсектен қалай құтыласыз? Мен үндемеймін. Сол күндердің күнде өздері сол адамдар түсініп, концертке келіп бір жарқырап шығып. Мысалы, жаңа сын айтам ғой мен. Толықсын. Мысалы, әніңнің аранжировкасы маған ұнамайды. Ылғи бір жаңа арзан қол дүние жасатасың. Сен 10 ән жасатқанша бір ән жасатсаншы, $200 10 әткен жасасқанша $2,000 бір ән жасат деп айтам. Артынан сосын жаңағы айтам, не мынау шашың? Қайда барып жасатып келдің? Сол жерге жасатқан жерге жасатпа, біздің мына профессионалдық дәрежеде визажистка жаса. Бірақ бұл 15.000 тұруы мүмкін, бірақ бұл сен артынан өзің көргенде маған рахмет айтады. Майра апай, сіздікі дұрыс екен. Мен бүгін басқа прическамен шықтым. Көйлегім қандай әдемі. Мен кейде сенесің бе? Мұрныма су жетпей жүріп, жаңа жас әншілер көбінесе. Сол жаңағы
машинама отырғызып алып, мен мына барахолка анау жаққа көп бармаймын. Өзіме киім іздегенде мен қаланың ортасынан жақсы дүкендерден алам. Ал енді оларға арзанырақ керек қой, қымбат ала алмайды. Оны өзімнің бір керемет Гуля аты бір нем бар. Мысалы, біздің орталық магазиндерде $800 тұрса, ол соны 60-қа 40 мыңға береді. Сол жерге алып барам, ол мені білет, сол тағы да 30-40 мың түсіреді. Сол әншілерді біз сосын мынандай қылып шығарамыз. Сондықтан жақсылықты көп жасаймыз, бірақ жақсылығымыз көрінбей кейде жаңағыдай. Бірақ билет сатылатыны рас. Мен жалғыз шамам келмейді. Өйткені әншілермен жұмыс істейсің. Сағындырған әндерде 120 әншіге дейін қатысады. Оның әрқайсының әнін, мысалы 3 адамға, Бибігүл апайға 2 жас әншіні қосамыз біз, 2 классиканы. Сосын ол жерде қалай қосамыз? Дауысының диапазоны сәйкес келу керек, дауысының тембрі сәйкес келу керек, бір әдемілік болу керек. Ал бізде кейде менің концертіме еліктеп, қазір көп шығып жатыр, жаңағы 2-ден 3-тен қосып жібереді. Ал ол әннің табиғаты, мысалы ол әннің табиғаты маған екеуміз бірге өлең айтамыз, Мұхит екеуміз. Ол берген ән менің табиғатыма жақсы, саған келмеуі мүмкін. Сосын ақ пен қара болып көрініп тұрады, қалы ол әнді қабылдамайды. Сондай сәттер де бар. Сондықтан біздің істеп жүрген жұмысымыз өте қиын, сыншы көп, бірақ мен өз басым ештеме қарамаймын. Негізі 99% халық маған рахмет айтып отыр. Осы енді сіз үлкен мемлекеттік дәрежедегі концерттерге барып жүрсіз. Жабық есік жағдайында өтетін кештердің де қонағысыз. Осы Алматыда орналасқан үлкен концерттік алаң Республика сарайының аренда мәселесінің жалға беретін қымбатшылығын мәселесін көтеру туралы ой бар ма? Бұл шешілмейді. Бұл нәрсе қойылған. 3,5 миллион. Енді менің естуімше кейде $5,000 дейін көтеріледі деп жатыр, бірақ менің өз кешіме өзіме жауап берейін, 3,5 миллионнан асқан емес. Сонан кейін кейде мынандай не туылады. Бұл әкімшілікке қарайды, сондықтан әкімшілікке барса, хат жазсақ, ол түсірілді. Ол әкімшілікке де қарамайды. Бұл жеке өзі өмір сүріп атқан үлкен, әрине, жалпы республикаға қарайды, Алматы қаласына. Бірақ ол жерде бәленбай адам жұмыс істейді. Ол адамдардың жалақысы. Сосын жаңағы біз өзіміз не қоямыз ғой, жарық. Ол жерде 3,5 миллионға жарығы кіреді аздап, дыбыс жүйесі кіреді, сахнаны безендіру, жаңағы лед қойып беру мүмкін, одан басқа ештеме қойылмайды жаңағы 3,5 миллионның арасында. Ал сен онымен ғана концерт қойсаң, концерттің жетіміздің тойындай болып өтеді. Сондықтан біз не істейміз? Жаңа билеттің бәрін сатуға тырысамыз, ақшамыздың бәрін жинаймыз. Сосын жаңағы свет $15-20 мың дейін кетеді, дыбыс жүйесіне $6,000-7,000 да кетеді, сахнаны безендіруге кейін кезде $15-20 мың. Айналып келгенде 50 мыңға шығады. Айналып келгенде 50 мыңға шығады. Сосын Майрапаң кіргенде мынандай ақшамен кірем, Республика сарайын шыққанда қалтамды бүйтіп ашқан кезде осы кейінгі концертте $6,000 шықтым мен. Он сенеді, ал жаңағы әңгімені айтқандар ойлайды, мынау деген есептейді, ойша, анадан $40,000 түсіп атыр, Майра билет сатып атыр, одан түсіп атыр, бәрі бірдеңесін қосқанда, соның енді бұл $50,000 бұл қайда жіберіп атыр. Ең бай әнші, бай әйел деп те естідім өзіме. Бірақ мен олар айтқандай бай әйел емеспін. Мен рухани баймын. Майра Ильясова қай кезде жылайды? Мен өте реткі жылаймын, бірақ оңашта да жылаймын. Мысалы, былтыр, осыдан 2 жыл бұрын айттың кезі, бір жаңбыр нөсер жауып тұрған кезде мен үйге келіп жыладым. Өзімнің кәдімгі 35 жыл ма, 40 жыл болды біз институт бітіргелі, біз институт 84-те бітірдік. 77-де келіп студияға түстік. Сонда 77-тен білетін өзімнің жақын досым, тем более ер адам, сондай бір ғайбат сөз айтқан сыртымнан, оны маған жасыратын жоқ. Ескендір ағамен Дәрек апай айтқан кезде үлкен кісілер, жанымызда үлкен адамдар тұрған, соның көзінше жаңағыдай әңгіме айтты сен туралы. Ол сенің досың емес қой, Майраш, ол сенің қасың ғой, содан одан аулақ жүр деді маған. Сол сөзді естіп, мен өзіне телефон шалып, енді қатты айтып тастадым. Содан Ескендір ағалар менің машинамда келе аққан, жақын тұрамыз, апарып тастай қояйын деп. Сонда мен келіп үйде келіп отырып жыладым. Сонда жүрегің ауыра ма жоқ па? Ер адам, әйел адамдар енді өсек айта береді ғой. Күтпедіңіз сондай? Сол адам 2 жылдан кейін қайта келіп кешірім сұрап, араласып жүріп, осы жақында тағы да сондай әңгімелер, одан да
жаман әңгімелер қайта шығып жатыр. Мысалы, сол айтқан әңгіме бүткіл елге жүрген жерін айтып жүреді. Менің ол жерде ешқандай жазығым жоқ, мысалы. Сөйтіп мені мұқатқысы келетін шығар. Сол кезде жылағаным бар. Сосын енді шын айтсам, мен өте сирек жылаймын. Құдайға шүкір, семьям бәрі дұрыс, бала-шағам маман, ән-кештерім жүріп жатыр, халықтың алдында сыйлымын. Бала-шағам мынандай кішкентай балаға дейін мені таниды. Бұрын домбырамен өлең айтқанда мені үлкен қариялар ғана таниды, үлкен. Алла разы болсын. Қазір жастар таниды, кішкентай сәбилер таниды, орыс тілді адамдар танып жатады, басқа ұлттар танып жатады. Соған қарағанда мен ойлаймын, шамам келгенше мен өз жұмысымды дұрыс атқарып жүрмін деп. Неге қазір шоу-бизнесте, қазақ шоу-бизнесі болсын, орыс тіліндегі шоу-бизнес болсын, администратор деп жатады, әкімшілер. Бас-бас, қос-қос әкімшілер. Кеше ғана шыққан әншілер телефондарын бермейді, телефондарын көтермейді. Сіздің жағдайыңыз да бар, атақ даңқыңыз да бар. Бір емес, бірнеше администраторды қасыңызға жинап отыратын. Бар, арт директорлерім бар. 3 арт директорым бар. Қайдан шыққан мода бұл? Қалай қарайсыз оған? Жаңағы кеше маған телефондарын жасырады. Иә, дұрыс, тура осы сұрақ кеше маған кім қойды, ұмытып тұрмын. Майра апай дейді, сізде енді бар жағдай бар, сіз телефонды алады деп ойламаймыз. Қашан телефон созақ, журналистердің біреу айтты ма, сіз өзіңіз аласыз телефонды. Тоймен келіссек те өзіңіз аласыз. Мақпал Жүнісова өз телефонын көтереді. Роза Рымбаева өз телефонын көтереді. Ескендір Хасанғалиев өз телефонын көтереді. Майра Ильясова өз телефонын көтереді. Бұл мен басымды ем сіздердің алдарыңызда. Себебі бұл сіздердің өте тәрбиелі, өте зиялы, нағыз зиялы азаматтарыңыздың белгісі деп ойлаймын. Бірақ кеше ғана эстрадаға, кеше ғана шоу-бизнеске келген адамдар, бұл әлде жұлдыз ауруы ма, бұл әлде не? Телефондарын алмай, әкімшілері Бұл біз мына өзі заманауи ағым, біздің мынау Европаға еліктейтініміздің бәрі, мысалы тұмау ауруымен бір адам ауырса, бәрі ауырады ғой. Бұл сондай тұмау ауру деп мен өзім есептеймін. Мұның жақсы да жағы бар. Бұның жаман жағы да бар. Жақсы жағы мысалы орта буын, Мәдина, Айгүл Иманбаева, Алтынай Жорабаева, Жазира, өздерінің орындары бар, өте жақсы шақырылыммен жүрген бір әдемі әншілер. Солар да жаңағыдай өзің айтқандай администраторлар бар. Өйткені, мысалы менің өзім де кейде шаршап кеткенді ойлаймын. Осы мен телефонымды беріп қояйыншы тек сурет. Бірақ бізде мына жаңағы айтқан әншілердің бәрінде бізде бір кейінгі жас әншілерде жоқ дағды, әдет, екіншіден тәртіпшілдік. Біз мысалы айтқан жерге кешікпей 10 минут кешігерміз, не 10 минут ерте келерміз. Бізде жаңағы телефонды өшіріп қойып тығылып қалу ондай деген болмайды. Уәде бердік пе келеміз. Ал енді қазіргі кейінгі жастарда жаңағы мен айтқанның бәрі бар. Сосын ұстаздар көп менімен сөйлескенде айтады, біздің қазір өте бізге қиын, жастарымызға ие болу қиын. Біздің кезде мұғалімдер тұрмақ, звеновой деген болып шеді ғой, өзіміздің ортамыздан сайлаймыз, класском дейтінбіз, староста дейтінбіз, солар отыр десе, бүйтіп отыратынбыз, мұғалім келгенше тыныш отырыңдар десе, соларға бағынатынбыз. Қазір заманауи. Ал енді жаңағы жақсы жағы, мысалы, Мәдина жаңағы Алтынайлар қапылып атқан кезде, телефонмен сөйлесіп атқан кезде уақыттары болмауы мүмкін. Мен айттым ғой, жастар қазір біздің кезімізде мен бір аздаған белый зависть деген болады. Біздің кезімізде осындай шоу программалар болған жоқ. Біз кәдімгі 20 жыл, 30 жыл жұмыс істеп, өзіміздің атағымызды, маңдай терімізді бүйтіп жүріп алдық. Ал қазір жақсы бір клип түсіреді, әдемі бір концерт жасайды, сөйтіп тез танымал болады, өзің жақсы жолдар бар. Бірақ соның өзін жасайтын продюсер бар, жасай алмайтын продюсер бар. Мысалы, заманауи, сондықтан мен жалпы өз басым оған жақсы дұрыс деп қараймын жаңағы. Бірақ администратор алсын, өзі алсын, кім алсын, телефон шалып атқан адамға дұрыс жауап беру керек. Ол үлкен мәдениет. Майра Ильясованың Алламен қарым-қатынасы қалай? Өте күшті. Мыңда бір шүкір. Алланың барына сенем. Меккеге қажылыққа барып келгем. Аузымнан Алла түспейді. Түнде ұйықтағанда жоқ дегенде шаршап үлгермесем Фатиха Ықылас сүресін оқимын. Аятыл Курсиді өте жақсы көрем. Бәр өзім сенем, өйткені қалай тіпті кейде сахнаға асығыс шығып, аузыма бісмілләмді айтпай кезде сәтсіз жағдай болып жатады. Қандай сәтсіз жағдай? Сүрініп кетуім мүмкін.
әнім көңілімнен шықпады, даусымда бір жарқ пайда болуы мүмкін. Күнделікті шақырылып қол шапалақтаған көрермендерден шапалақ бәсең болған сияқты болып қалады. Соны өзім сезем. Сондықтан аузымнан Алла түспейді, сенем Аллаға. Не нәрсені ешқашан кешірмейсіз? Жалпы мен кешірімдімін, өйткені Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадистерінде кешірімді бол дейді. Ол кісі өзін өлтіріп, қастандық жасаған адамды да кешірген. Кешірімді болу керек. Бірақ мен неге екенін білмеймін, осы жаңа өзің айтқан досымды кешіре алмай жүрмін. Бәріне кешірімді. Мен кешірермін, 1 жылдан кейін, жарты жылдан кейін. Алдында кешірдім ғой, 2 жыл бұрын кешіргем. Бірақ тағы сол қайталанып жатыр. Менің жақын туыстарым әңгіме айтады, құдам әңгіме айтатын көрінеді. Соны естіген кейін өзім сондай жүрегім ауырып қалды. Бірақ негізі кешіріммен кешіріп жіберсе дейді Алла тағалада, сол жаңағы өзінің өсек айтқан, мен туралы айтқан қиянат сөзінің бәрінің ауыртпалығын өзі көтеріп алады дейді. Сондықтан кешірген дұрыс негізі. Бірақ өзің де жеңіл жүресің. Ақша сіз үшін не? Мен жалпы торпақпын, телетіспін жұлдызнама бойынша. Жұлдызнамамда жазылған, егер торпақтың ақшасы азайса, торпақтың көңіл күйі түсе бастайды. Мен тура солмын. Ол неге? Егер мен қалтамда ақша азая бастаса, ауылдан телефон шалып атқан жетім жесір бауырларыма, жағдайлары нашар жерлестеріме, ауру балалардың ата-аналарына мен миллиондап бермесем де, жоқ дегенде $100 беріп жіберуім мүмкін, $1000 көмек көрсетуім мүмкін. Сол кезде айналада өзімнің қызым, күйеу балам, енді олар Құдайға шүкір, бірақ бір жақын туысыма бір шамам, мен сол жағынан ғана қорқам. Сонан кейін бізді көп шақырады, барған жерде рахмет айт, конверт беріп кететін жер болады. Кейін кезде байқаймын, кейбіреулер анау-мынауды сылтауратып келмейді. Ол жетіскеннен келмей жүрген жоқ, ол жерге барып апаратын конверт болмауы мүмкін. Сый-сияпатын жасай алмауы мүмкін. Мен сол кезде қорқам. Сондықтан әйтеу жаңағы қазақша әмиян деуші ме еді, сол үнемі ақшада толып тұрса екен, мен шақырылып тұрсам екен, сол үшін мен жұмыс істейін, сол үшін мен тамағымды талғанмен ішейін, бетімді әдемі күйімде сақтайын, өзімнің бір табиғи әдемілігімді сақтайын деп үнемі ойда жүрем, сосын үнемі жұмыс істеймін. Пластика жасату ойда бар ма? Пластикаға жалпы қарсымын мен. Өйткені менің өзімнің табынатын, менған сұлулықтың символы, қарапайымдылықтың символы, адамгершіліктің символы, үлкен өнердің ең биік шыңына жеткен символ ол Бибігүл Төлегенова апайым. Семейдегі біз өте жақын араласамыз. Ол кісі бетіне пышақ тиген емес, 85-тен асты өте әдемі, сондықтан мен соны қалаймын. Майра апай, бүгінгі сұхбатта сізге не ұнады, не ұнамады? Ашық сұрақтар ұнады, жүргізген салмақтылығың ұнады, журналист ретінде ұнады. Рахмет үлкен сізге. Жақсы. Назарларыңызға рахмет. Эфирде болған сұхбат. Мен есімім Мұхит Сапарбаев. Естеріңізге сала кетейін, бүгін бізде қонақта болған Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, құрмет және парасат ордендерінің иегері Майра Ильясова.